Жоғарғы білім мен бойында күш-жігер тасып тұрған жас мамандар алғаш келгенде бірнеше қателіктерге бой алдыруы мүмкін. Сол қателіктерді бой алдырмас үшін сіздерге бірнеше кеңес бере кетейін. Конкурстан өтіп алғашқы жұмыс күніне кірісу үшін ең алдымен жас маман мектеп басшылығымен және де директордың орынбасарларымен танысып алу керек, және де ол кісілердің лауазымдарын біліп алу керек. Сондай-ақ өзіңізбен бірге жұмыс істейтін әріптестеріңіздің пәндерін және де сізге аты жөндерін қойын дәптеріңізде жазып алғаныңыз абзал болады. Алғаш жұмысқа келгенде жас маман өзіңізбен деңгейлес, өзіңізден жасы үлкен және де өзіңізден жасы кіші әріптестеріңізге барынша сіз деңіз. Өйткені жұмыстың этикасына байланысты ол кісілерге құрмет көрсетіңіз және де өзіңізді сол арқылы сыйлата аласыз. Сондай-ақ кейінірек өзіңіз қатарлы мұғалімдермен жақсы араласып кетсеңіз, ол кісілердің рұқсатымен сенге көшсеңіз. Келесі, жалпы әріптестеріңізбен барынша жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Әріптестеріңізге телефон шалғанда, SMS хат жолдаған кезде ең бірінші амандық саулығын жағдайын сұрағыңыз, сосын барып шаруаңызға кірісіп, сол шаруа туралы сөйлессеңіз болады. Бірақ телефонмен сөйлескен кезде барынша сыпайы болыңыз. Сол арқылы сіздің мәдениеттілігіңіз әріптестеріңізге көрінеді және де ол кісілер сізді жақсы қабылдайды, ұжымға жақсы қабылданып кетуіңізге сенімдімін. Келесі, әріптестеріңізбен жеке бас мәселесі бойынша талқыламауға тырысыңыз. Жұмыс болғаннан кейін өзіңіздің жұмысқа сай, жұмысқа байланысты сұрақтарыңыз болса қойып, сол арқылы жауап алсаңыз болады. Өзіңіздің үйде болып жатқан, достарыңызбен болып жатқан, жеке өміріңізде болып жатқан проблемаларды барынша айтпауға тырысыңыз. Және де өзің ашық мінез ретінде көрсетемін деп бүкіл ішкі сырыңызды айтып қоймаңыз. Кейбір компаниялар осы қасиеттеріңізді тексеру үшін сіздерге бірнеше сұрақтар қоюы мүмкін. Сол кезде сіз барынша ашық жауап беретін болсаңыз, ол кісілер ойлап қалады, біздің жұмысымыздағы болып жатқан нәрселерді келесі жаққа тасымалдаушы, яғни қазақша айтқанда аузынан сөз тұрмайтын адам деп ойлап қалады, және де ол сіз туралы нашар пікір қалыптасуына әкелуі мүмкін. Адам көркі шүберек демекші, мектепте үстіңізде киімге, яғни дресс-кодқа, шаш үлгіңізге, қолыңыздағы тырнағыңызға дейін уақытында алынып, таза жүруге тырысыңыз. Себебі әріптестеріңіз бен оқушыларыңыз сізге қарап тамсану керек. Сізге қарап жаңағы нашар адамның кейпін көрсетпеу керек. Сол үшін оқушыларға үлгі болу үшін, әріптестеріңізге сыйлы болу үшін, өзіңізге қарап, қырынып, тазаланып жүруге тырысыңыз. Ол маңызды пункттардың. Сізге айтатын кеңестің ішіндегі ең маңыздыларының бірі осы сіздің сырт келбетіңіз. Салақтық пен салғырттықтан аулақ болыңыз. Жұмыс орныңызда салақтық танытпаңыз. Жұмыс үстеліңізді, жұмыс кабинетіңізді барынша таза ұстауға тырысыңыз. Сізге берілген тапсырмаларды уақытында орындап, жұмысқа уақытында келіп, жұмыс кезінде басқа шаруалар, жұмыстан тыс шаруаларды атқармауға тырысыңыз. Жаңадан кірген жас маман ретінде ол сіздің әдетіңізге айналуы мүмкін, әдетіңіз сіздің мінезіңізге айналуы мүмкін. Осы аталған мінез сіздің кейін өміріңізге айналуы мүмкін. Әзірге жас маманға берер кеңесіміз осы. Келесі бөлімде жолыққанша.